60 жастан асқан көптеген адамдар терең ұйқыға кету қабілетін біртіндеп жоғалта бастайды. Олар ұйықтататын дәрілерді де, мелатонинді де, түрлі шөп шайларын да қолданып көрді. Бірақ соған қарамастан ұйқысы әлі де қысқа әрі мазасыз күйде қалып отыр. Әр таң сайын олар толық демалмағандай сезіммен оянады. Сізді таңғалдыруы мүмкін бір жайт бар. Ас үйіңізде күнде қолданылатын кәдімгі имбир ұйқыңыздың сапасын түбегейлі өзгертуге көмектесе алады. Имбир жай ғана дәмдеуші емес, ол ғасырлар бойы денені жылыту, жүйкені тыныштандыру және қан айналымын жақсарту үшін табиғи құрал ретінде қолданылып келген. Ал бұл факторлардың барлығы дәрі-дәрмексіз терең ұйқыға кетуге өте маңызды. Бүгінде ғылымда имбирдің қабынуды азайтатын, жүрек соғысын тұрақтандыратын және жүйке жүйесінің белсенділігін реттейтін қосылыстарға бай екенін дәлелдеп отыр. Мұның бәрі ұйқыны табиғи түрде қолдауға көмектеседі. Бұл видеода мен сіздермен үй жағдайында имбирді қолданудың ұйқыны жақсартатын 3 қарапайым тәсілімен бөлісемін. Барлығы орындауға оңай, қауіпсіз әрі тиімді. Әсіресе бірінші әдіс бірнеше күннің ішінде айқын нәтиже беруі мүмкін. Егер ұйқы сіз үшін маңызды болса, ең маңызды бөлікті жіберіп алмау үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Ал егер сіз жақсы ұйқыға арналған табиғи шешім іздеп жүрсеңіз, қоңырау белгішесін басуды ұмытпаңыз. Сонда мен жаңа әдістермен бөліскен сайын сіз біріншілердің біріншісі болып хабардар боласыз. Имбирді терең ұйқы үшін қолданудың 3 тәсіліне өтпес бұрын бір сәтке тоқтап, неге осындай кішкентай ғана имбир бөлігі сіздің денеңіз бен санаңызды босаңсытып, тыныш түнгі демалысқа жетелеуге қабілетті екенін түсініп алайық. Көптеген азиялық мәдениеттерде имбир тағамға жылы әрі ашылау дәм беретін жай ғана дәмдеуіш емес. Жүздеген жылдар бойы ол денені жылытып, жүйкені тыныштандырып, ағзаны тепе-теңдікке келтіретін қауіпсіз табиғи ем ретінде бағаланған. Ал дәл осы тепе-теңдік күйінде ұйқы ең табиғи түрде келеді. Дәстүрлі медицинада имбир ащы дәмді, жылы табиғатты және өкпе, көкбауыр мен асқазан меридиандарымен байланысты деп сипатталады. Бұл имбир энергия мен қан айналымының ағуын ашуға, циркуляцияны жақсартуға, ас қорытуға қолдау көрсетуге, асқазанды жылытуға, кебуді азайтуға және тыныс жолдарын тазартуға көмектесетінін білдіреді. Өткен замандарда адамдар имбирді суық тиюді жеңілдету, қалтырауды кетіру, жөтелді басу және қақырықты жеңіл шығаруға көмектесу үшін жиі қолданған. Қан айналымы жақсарып, жүйке жүйесі босаңсығанда ағза табиғи түрде терең ұйқыға кетеді. Сондықтан көптеген шөптен жасалған емдерде жаңа имбирдің бірнеше тілімін ғана қосу түн бойы денені жылы ұстап, жүрек соғысын тұрақтандыруға және ұйқыны қолдауға көмектеседі. Сонымен қатар, имбир серотониннің түзілуін ынталандыруы мүмкін. Серотонин ұйқы мен сергектік циклын реттеуде маңызды рөл атқаратын нейромедиатор. Кейбір шағын клиникалық зерттеулер кешке жылы имбир шайын ішкен адамдардың денесі жылып, қол аяғының салқындығы азайғанын, жүрек соғысы баяулағанын және ұйқыға жеңілірек кеткенін атап өткен. Бұл әсіресе 60 жастан асқан, қан айналымы мен дене температурасын реттеу қабілеті жас кезіндегідей емес, адамдар үшін өте маңызды физиологиялық жауаптар. Имбирдің артықшылығы ол кейбір ұйықтататын дәрілер сияқты тәуелділік тудырмайды, ойды тұмандатпайды және күндіз ұзақ ұйқышылдыққа әкелмейді. Ол арзан, кез келген супермаркеттен оңай табылады және талғамыңызға сай әртүрлі тәсілмен дайындалады. Ұйықтар алдында бір кесе жылы имбир шайын ішу немесе бірнеше минут бойы аяқтарыңызды имбир қосылған жылы суға салып отырудың өзі ағзаңызға демалатын уақыт келді деген жұмсақ белгі беруге жеткілікті екенін байқайтын боласыз. Имбирдің неге ағза үшін табиғи ұйқы сигналы бола алатынын түсінген соң, енді өзіңізге ең қолайлы әдісті таңдаудың уақыты келді. Бұл видеода мен сіздермен 3 тәсілді бөлісемін. Бірінші әдіс бұл жеңіл, жұмсақ дайындық тәсілі. Оны қолдану оңай және адамдардың көпшілігіне жарамды. Ал екінші әдіс жүйке жүйесі мен қан айналымына тікелей әсер етеді. Ал үшінші әдіс ең кешенді формула, ол ұйқыны жақсартумен қатар жалпы денсаулыққа да 2 есе пайда береді. Бірінші әдістен бастасақ, имбир мен қант тасының үйлесімі, яғни каменный сахар. Бұл өте қарапайым, арзан әрі оңай табылатын ингредиенттерден тұратын рецепт. Соған қарамастан ол бірнеше күннің ішінде денеге жылулық пен терең босаңсу сезімін сыйлайды.
Бұл рецепт халықтық емдерде ұзақ уақыт бойы қолданылып келеді және әсіресе жасы үлкен адамдар немесе ақыл-ой еңбегімен айналысатындар үшін ұйқы алдындағы күйзелісті азайту мақсатында жиі пайдаланылған. Қант тасы тек жұмсақ, тәтті дәм беріп қана қоймай, салқындатқыш қасиетке де ие. Ол имбирдің жылулық әсерін теңестіріп, ішкен адамда қатты ыстық сезімнің немесе ауыздың құрғауының алдын алады. Сонымен қатар жеңіл тәтті дәм сезу рецепторлары арқылы миға ағзаның демалуға дайын екені жөнінде нәзік белгі береді. Дайындау тәсілі өте қарапайым. Балғын имбир тамырының жартысын алып, жақсылап жуыңыз да жұқа тілімдерге кесіңіз. Оны шамамен жарты литр суға салып қайнатыңыз. Су қайнай бастағанда аз мөлшерде қант тасын қосыңыз. Жақсылап араластырып, отты бәсеңдетіп, тағы шамамен 5 минут баяу қайнатыңыз. Ішу кезінде шайды жылы күйінде ішкен дұрыс. Ең қолайлы уақыт түстен кейін немесе күндіз. Осылайша сіз денені жылытып қана қоймай, ақыл-ойды да біртіндеп босаңсыта аласыз. Бірақ есте сақтаңыз, оны ұйқыға тым жақын уақытта ішпеңіз, асқазанда ауырлық сезімі болмауы үшін. Бар болғаны бірнеше күн қатарынан қолдансаңыз, денеңіздің жеңілдеп, ойыңыздың тынышталып, түнде ұйқының тезірек әрі тереңірек келетінін байқайсыз. Екінші әдіс – имбир мен тұз қосылған аяқ ваннасы. Имбирдің пайдасын тек ішу арқылы ғана емес, аяқ арқылы да алуға болады. Аяқта жүрек пен мимен және жүйке жүйесімен байланысты ондаған акупрессура нүктелері бар. Аяқтарыңызды тұз қосылған жылы имбир суына салғанда аяқтағы қан тамырлары кеңейіп, қан айналымы жақсарады. Бұл жүрекке түсетін жүктемені азайтып, миға оттегі мен қоректік заттардың жеткізілуін қолдайды және парасимпатикалық жүйке жүйесін белсендіреді. Ал бұл ағзаның ұйқыға ең дайын күйі. Бұл әдістегі тұз жылулық әсерді күшейтіп қана қоймай, аяққа жеңіл бактерияға қарсы және қабынуға қарсы қолдау көрсетеді. Аяғы жиі суық болатын, тез тоңатын немесе қан айналымы нашарлағандықтан ұйқысы бұзылатын адамдар үшін бұл әдіс шын мәнінде үй жағдайындағы босаңсыту терапиясы болып саналады. Дайындау тәсілі өте қарапайым. Балғын имбир тамырының жартысын алып, жақсылап жуыңыз да, белсенді заттары жақсы шығу үшін сәл езгілеңіз. Температурасы шамамен 45 градус болатын жылы су құйылған тазикке дайындаңыз. Оған имбирді және де 3 ас қасық тұзды қосып, жақсылап араластырыңыз. Су терең жылу сезімін беретіндей болуы керек, бірақ күйдіріп жібермейтін деңгейде. Ұйықтар алдында аяқтарыңызды шамамен 20 минутқа салып отырыңыз. Осы уақытта табан мен башпайларды жайлап уқалап, қан айналымын одан әрі жақсарта аласыз. Одан кейін аяқтарыңызды жақсылап құрғатып, шұлық күйіп алыңыз. Түн бойы аяқтарыңыз жылы болып тұру үшін. Шұлық кию жылуды ұзақ сақтауға көмектеседі және де қан тамырларының кеңейген күйін ұстап тұрады. Соның арқасында қан айналымы бір қалыпты жалғасып, дене кенеттен суып кетпейді. Аяқтың жылы болуы жүйкелердің тереңірек босаңсуына ықпал етеді, ал ұйқы тезірек келеді. Осындай тәжірибені бірнеше түн қатарынан жасасаңыз, өзіңіз әлде қайда тыныш сезінесіз. Ұйқыңыз тереңдеп, таңертең басыңыз сергек, қол-аяғыңыз жылы күйде оянасыз. Және де үшінші әдіс – имбир, бал және лимон қосылған шай. Бұл формуланың ерекшелігі 3 ингредиенттің бір уақытта үйлесуі. Әрқайсысының өз міндеті бар. Имбир денені жылытып, қан тамырларын кеңейтеді және жүйке жүйесіндегі кернеуді азайтады. Балдың табиғи қанттары түн ішінде қандағы қант деңгейін тұрақтандыруға көмектесіп, серотониннің бөлінуін ынталандырады. Серотонин кейін мелатонинге айналып, ұйқыға жеңіл кетуге жағдайды жасайды. Ал лимон аз мөлшерде жағымды хош иіс пен жеңіл қышқылдық беріп, тамақты тыныштандырады және ағзаға қажет С дәруменін қамтамасыз етеді. Осы 3 ингредиент біріктірілгенде жылы хош иісті әрі ішуге жағымды шай аласыз. Имбирдің ащылау жылуы балдың жұмсақ тәттілігімен және лимонның сергітетін қышқылдығымен үйлесіп, алғашқы жұтымынан ақ босаңсу сезімін береді. Көптеген адамдар үшін жай ғана осы шайды баяу ішіп отырып, жай әуен тыңдау немесе кітаптың бірнеше бетін оқу денені баяулатып, ойды тыныштандырады, ұйқының табиғи түрде келуіне мүмкіндік береді. Дайындау тәсілі өте қарапайым. Шамамен жарты литр суды қайнатыңыз, содан кейін оған жуылған балғын имбирдің 4-6 тілімін қосыңыз. Отты бәсеңдетіп, имбирдің мәні толық шығуы үшін тағы шамамен 5 минуттай баяу қайнатыңыз. Содан кейін отты өшіріп, судың сәл салқындауын күтіңіз.
Кейін бір ас қасық бал және дәміне қарай лимонның 4-тен 1-нен ең көбі жартысына дейінгі бөлігінің шырынын қосыңыз. Жақсылап араластырып, жылы күйінде ішіңіз. Бұл дәмі мен әсері үшін ең қолайлысы. Бұл шайды ұйықтардан шамамен 1 сағат бұрын ішкен дұрыс. Осы уақыт ішінде ағза пайдалы заттарды сіңіріп, іштен жылып, миға босаңсу уақыты келгені жөнінде белгі береді. Біріншіден, дайындау кезінде имбирдің қабығын аршып тастамаңыз. Қабығында көптеген пайдалы қоректік заттар бар. Тек жақсылап жуып алу жеткілікті. Екіншіден, езілген, көгерген немесе зақымдалған имбирді ешқашан қолданбаңыз. Мұндай имбир бауырға зиянды токсиндер түзіп, уақыт өте келе бауыр қатерлі ісігінің қаупін арттыруы мүмкін. Сонымен, имбир кішкентай болса да өте қуатты ингредиент. Әсіресе 60 жастан асқандар үшін ең табиғи, қауіпсіз әрі жеңіл құралдардың бірі. Бүгін мен сіздермен имбирді қолданудың 3 тәсілімен бөлістім. Олар қант тасымен бірге жұмсақ шай ішу, аяқ ваннасы арқылы босаңсу және имбир, бал, лимон қосылған жылы шайдан ләззат алу. Әр әдістің өз артықшылығы бар және әртүрлі әдеттер мен денсаулық жағдайына сай келеді. Барлығын бірден жасаудың қажеті жоқ. Тек өзіңізге ең оңай көрінген бір тәсілді таңдаңыз. Бүгін кешке қолданып көріп, ертең таңертең өзіңізді қалай сезінетініңізге назар аударыңыз. Егер ұйқыңыз тереңдеп, өзіңізді жеңіл әрі тыныш сезінсеңіз, тәжірибеңізді пікірде бөлісіңіз. Ал егер жақсы ұйқы іздеп жүрген, бірақ имбир туралы естімеген адамды білсеңіз, осы видеоны оларға жіберіңіз. Кейде бір ғана шағын кеңес адамның ұйқысын айтарлықтай жақсартуы мүмкін. Арнаға жазылып, қоңырауды қосуды да ұмытпаңыз. 60 жастан кейінгі денсаулық пен ұйқыға арналған басқа да табиғи, қарапайым әрі ұзақ мерзімді шешімдерді жіберіп алмау үшін. Құрметті көрермендер, егер бұл видео сізге пайдалы болса, міндетті түрде каналға жазылыңыз. Бұл каналда біз сіздің денсаулығыңызды жақсартуға арналған ғылыми дәлелденген кеңестермен пайдалы ақпараттарды бөлісеміз. Күн сайын жаңа видео, жаңа мотивация және жаңа білім. Сондықтан қоңырау белгісін басып қойыңыз және жаңа видеолар шыққанда біріншілердің бірі болып көріңіз. Сіздің әрбір лайк пен пікіріңіз каналдың өсуіне және көбірек адамдардың өз денсаулығына көңіл бөлуіне себеп болады. Бірге сау болайық. Келесі видеода кездескенше, бұл канал сіздің денсаулығыңыз үшін жұмыс істейтін болады. Аман, сау болыңыздар.